Бәріңе сәлем достар, сізден бірге мен Әзімхан МДV, және де бүгін өте керемет челлендж ойын деп тұр. Яғни, кім соңғы мына квадраттан шығады, сол 10 мың теңге ұтады. Квадратты шоу. Ал ендеше біздің қатысушыларымыз, бірінші қатысушы бізде келе берсін. Міне бізде ең бірінші смелый қатысушымыз, атын таныстырып көт. Сәлем достар, сендермен бүгін Бағдәулет. Бұл мен түсіндіріп жатқан екінші видео. Бүгін мен отам деп ойлаймын. Өткен сен бірінші қатысушысың, да? Крисалам. Крисалам дейді тактикасы. Все, кір онда. Мына жерге қара. Мына жерде лентаға тиюге болмайды. Сесең ұтыласың. Екінші қатысушымыз келе беріңдер, давай. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айсұлтан. Бокс қатысасың ба? Тайквондо. Не істейсің, ұрасың ба? Жоқ, ұрмай ақ шығаратын тактика бар. Жарайды, онда кіре бер онда. Кіргеннен кейін шыға алмайсың бұл. Бізде үшінші қатысушымыз, жаңадан келген қатысушы, телефон түсіп қалды. Атыңды таныстырып кет, өзің кімсің? Менің атым Дидарян, мен жасым 12-де. Сіздер мені ең алғаш рет көріп отырсыздар. Яғни мен бұл видеоға арнайы гитара алып келдім. Адамдардың құлағына барып естіп ойнаймын. Шығарып жібергің келіп тұр, иә? Сен онда гитарист боласың бүгін, иә? Керемет тактика, база жоқ. Мынаған мінген кезде мына қараға басып сөйтсең ұтыласың потом. Келесі қатысушы бізде келе берсін. Стиль дейсің ғой. Сәлем достар, менің атым Самат, мен 13 жастамын. Мен өзім бірген бүгін столға келдім, шаршасам отырамын, ешкімге бермеймін. Өздері аяқталып тауып берсін. Әйтеу столмен ұрып жүрме біреуді. Өзім отырамын ғой. Кличкің қандай? Атың қандай? Самат. Самат. Кличкің Самат. Атың да Самат, да? Жоқ, атым Самат. Кіре бер, я. Бұның мықты тактикасы бар екен Саматтың. Өткені ол отырады и вообще шашамайды. Ал келесі бізде Достар, сіздермен бірге Юсуфов. Бүгінгі мен тактикам осымен балдарды ұрып қуам. Мықты тактика. Все, молодец, красавчик, контент-мейкер ғой мынау, молодец. Харизма ұрып тұр. Все, енді бізде соңғы қатысушымыз фаворит видеоларға түскен уже. Чебурек Нұрланбек, давай. Жоқ, эпичное появление, как всегда. Ол кек, Чебурек, сіздермен мен Нұрланбек. Осындай стена боятын зат бар. Бәрі беттеріне себетін болады. Опасно екен, все болды. Кірді бәрі соңғы. Енді достар, бізде соңғы қатысушымыз. Ал челлендж басталды, сәттілік. Басып кетсем қара. Юсуф, жайлы. Бірге боламыз деп едік қой. Сосын айтпақшы, қызықты ойындар болады қазір. 10 минут сайын қызықты ойындар болады. Сояқта кім ұтылады, соған наказаниялары болады. Кім ұтады, соған наоборот бонус берем, тамақ, бір нәрселер берем. Все, достар, осындай қызықты ойын деп тұр. Қазір кішкене 10 минут күтеміз, содан кейін сразу бірінші ойын басталады. Кімге болсасыңдар, комментарий жазып кетіңіздер. Кім ұтады деп ойлайсыңдар? Стульчик алып келген бала өте мықты, ол деген. Соңына дейін отырады сияқты что-то. Мен ойымша Нұрланбек ұтады, Нұрланбекке қоямын. Ставка қоямын. Мен ана стульчикке қоямын, все. Все, давай, кеттік ал. 1000 теңге спор ма? Көрейік ал, кім соңғы ұтады екен, давай. 10 минут өтті. Қазір бірінші ойын басталады. Бұл ойында кім ұтылып қалады, сол шығады сразу. Қумаш! Ема! Ена, басып кетпеңдер, жігіттер, басып кетпеңдер, ема. Бұл ойында, короче, бетесіңдер да, лақтырасыңдар да, аузынан қағып алу керек. Оп-оңай, ішіне алып көтересіңдер, ұстап аласыңдар. Бірінші бізде кім смелый, кім бірінші? Мен болайыншы? Жемем. Жеп атыр ғой. Міне достар. Ема басталды. Ал. Ема өтіп кеткен. Сол жаққа тұр, сен сол жаққа тұр. Сендер пока что оң жаққа тұрыңдар өтпегендеріне. Давай, мен көрейін. Сен көресің, давай. Давай. Ал көрейік достар, кім істей алмай. Давай. Ема қалай? Достар, бәрі өтіп атыр, что-то. Үшінші кім, давай, үшінші. Қорқмаңдар, по-любому өтесіңдер. Давай, кеттік. Қызық болып атыр, давай. Қорқым. Давай, бісміллә. Давай, жаққа тұрыңдар. Ема, қиын тұқы, жостқа қорқышты. Қорқышты бірақ әйтеуір. Түсіп көтересің. Бәрі өтсеңдер онда, ешкім шықпайды, өтіп Достар, екеу алды, ем, а.
Дөйт жай көтерді ғой. Онда өзі істей алмай жатыр ғой. Алды кім таққадай? Онда повторно кетесіңдер қазір ешкім Сіз істей алмау мүмкін. Адис, 10 мың теңге алуға жақын ба? нормально, не отсын болды әкет. Шығамай. Красавчик. Блин, Адис келгеніне рахмет енді. Өкінішке орай 10 теңге өте алмай қалдым. Бірақ та сен әйтеуір екінші рет түсіп тұрсың видеоға. Көрермендер бір нәрсе айт, кімге болсаңыз кім ұтады деп ойлайсыз? Менің ойымша Нұрланбек ұтады сияқты. Әке қоя аласыз. Қайда қайсың? Әке, ладно. Бұл менікі оны болды, екеуі. Сен басып қалдың ғой. Тыныш, повтор көреміз, а? Басты міне, мына жердің шеті басылып қалыпты. Бірақ Адис неге бассын? Әкелі ғой. Стучи алып келген бала өте мықты, ол деген. Соңына дейін отырады сияқты что-то. Сәлем достар, менің атым Самат, мен 13 жаста. Мен өзім бірген білем, столға келдім, шашырсам. Мен негізі достар, білесіңдер сендер, осы балаға ставка қойып едім, что-то дайындалып келген, стульчик алып келген деп. Блин, что-то мен үмітім ақталмады, бірақ сен өзің не дейсің енді? Бүгін ойын жақсы болды, бірақ мен Нұрланбекке ойлайтсам, Нұрланбек ұтады. Бәрің Нұрланбекке ойлайтсың жатсың ба? Молодец. Отыр ана жерге, көр ал. Азымханнан 1000 теңге күтем. Бәрін көрден тәртіп. Жоқ, Нұрланбек ұту керек қой соңында. Сол кезде ғана берем 1000 теңге. Соя тұр. Айтса қарашы, спорт. Достар, ой, Дидардың телефоны міне. Мынау басасыңдарсыңдар қазір. Міне достар, Дидардың телефоны. Қазір енді сындырамын оны. Сенген жоқ, блин. Менің телефон бесплатно ғой? Мынау менің телефоным ғой? Қара линияға тиіп кетпеу керек. Тиген жоқ, алдым. Ол да О, кетіп отырамыз. аяқпен тиюге болмайды ғой. Достар, бізге, короче, отыру, тұру қиын болып тұр. Жігіттер, оказывается 15 минут өтіп кетті ғой. 15 минут өтіп кетті. Тағы ма? Сондықтан бір ойын емес, екі ойын болады қазір. Базар. Бірден екі ойын болады. Тыныш, мына екі қатысушыға обидно болмау үшін біз оларға доп беретін болдық. И ол доппен алыстан тұрып, мына балаға тигізу керек болады. Кімге тиеді, соған наказание. Міне мына линияның қасына тұру. Достар, бізде итеруге болмайды, мен рұқсат берген жоқпын. Отдельный раунд болады соңғы жағында. Итеруге болатын. Қазір итеруге болмайды. Енді мына ойын басталады, 10 минут өткесін. Давай, мына лақтап тиік. Кімге тиеді, соған наказание. Давай. Бірісі наказание. Шығып кетпес. Шыққан жоқ. Наказание ғой, наказание. Тигіз. Наказание болады саған. Давай. Молодцы, болды, отырыңдар сендер. Қазір бір аяқпен тұрып, мына аяқта круг айналасыңдар 15 круг. 15 круг. Былай. Жанымен бүйтіп айналасыңдар 15 круг. Мен олай бір ойын жасайын деп отырдым. Мен санап тұрам кругты, давай. Азым шамал, мына жаққа карта жасыршы. Мен қарап тұрам, айтпақшы кім тиеді екен. Мен де қарап тұрайын ба? Да, сен. Тиді ғой, қарашы. Әне, үзім жоқ. Сен өтірсің, гитараны алып тасташы. 15 круг жасатсаң да давай. Аяғын астыруға бола ма? Болады. Жоқ, болмайды. Екінші круг кетті. 15 круг па? Орындамаса не болады? Сүртір дұрса, Иә. орындамаса ұтылады. Орындамайым деп айтсаң кетесің. Болды, сен болып жасамай ақ қой. Бір адам ұшты. Неге өт наказание алып қалдың сен? Неге өт? Сәттілік жетіспегендей. Менің ойымша, пайди Тыныш. бағда өлтеген. Қазір кім ана воротаға гол салады? Доппен теуіп. Соған бонус бар, тамақ бар. Ой.
Баха, давай, делай, Баха. Баха, давай. Жай, түртке сал. Давай, жай, түртке сал. Қалай, ойнайсың солай. Бол сатыр ғой мына жердегі. Баха, давай. Жай, түртке сал, Баха. Отылып қалмаш. Бересің, отсың. Жесткий так что? Все, молодец, саған мынау. Бөлесің бе, өзің білесің, бірақ қардың ашса жеп ал. Баха, бөлесің бе, дос бұл? Білем сен бөліп беріп жатсың ба? Ол сенің соперниктерің негізі қазір 10 мың теңге саладасың, бірақ молодец екен сонда да. Молодец. Сонда да бөліп берді, молодец. 10 минут өтті, достар. Қазір тағы бір мини ойын болады. Өлең болады, сендер айналасыңдар. Бір-біріне алшақтап жүресіңдер. И өлең тоқтап қалған кезде екі адам бір-бірімен қол алысып қалу керек. Қол алыспаған адам шығып кетеді. Игра на чувство, он и чувство вот. Типа как сучка. Игра в кальм... А? Иди, да? Сучка деймін ба? Сучка. Ма, достар, мына жерде... Кеттік ақылсық, жаңағы айтқанымызды айтайық. Короче, жаңа айттық қой, қазір бізді тексеріп жатыр. Біз қазір бір-бірімізді таңдайды деп ойлап тұр. Короче, бітек. Жоқ, бірақ біз үшеуміз қазір қол ұстасып қаламыз, үшеуміз. Достық ұқтады сосын ешкім шығармайды до конца, вот. Ондай саналмайды десе екеуміз боламыз. Түсіндің ба? Давай. Қол ұстаспай алған адам ойыннан шығады. Все, обидный ойын болады. Все, давай, айналыңдар. Өлең бастал. Үшеуміз біз ешкім сатпаймыз, түсіндің ба? Жотам! Не ал, не? Бұл жауабы дұрыс па? Қабылдаймыз ба? Қабылдай. Кім ең аз шекет, сол ұтылады болды. Бізге бәрі. Наказание біреу шығу керек қой уже болды ғой. Қанша уақыт өтті. Кім аз шекет, сол ұтылады. Бір попытка бердік, да? Асың, бәрі екі-үш тай. Аз сөйт сияқты ғой. Тупой! Мына жерде қиын, одан сайын айтшы, иә? Одан сайын қол шығып кетпесін. Екі, үш. Абайлаңдар, асықпа шеш. Блин, Бағдәулет шықты. Үшінші орын алды ғой, бірақ үшінші орын. Не дейсің? Че там, не айтасың? Ойын күшті. Сен, давай, сен үшінші орын алдың, давай. Көрермендерге ұнап қалған. Достар, соңғы раунд финал бізде қатысушылар қалған. Чебурек Нұрланбек және де Юсупов, миллиардер, ютубер, тиктокер, 113 подписчик бар. Екеуі мықты бұл жерде финал ойнап тұр. Тыныш. Финалда білесіздер, өте қиын болады. Финалда обычно не болады? Күрес, төбелес, күрес, зрелищность болады. Бұл раунд кепка деп аталады. Әркім өзінің кепкасын таңдайды. Және де соны қорғау керек. Бірінші ұтқан адам бас қарсыластың кепкасын алады да өзіне кигізіп алу керек. Так, ал шапалақтап қойыңдар, давайте, жеңілістер, давай ал. Әте біліпсің? Я, ну не честно. Қалай не честно. Сен көріп тұрсың. Ладно, сен. Өзі біледі, бәрібір. Бір, екі, үш. Болмайды. Бәрібір, ешқандай ештеңе ереже жоқ. Бір раунд болды, қызықсыз ба? Кеткен жоқ. Да, дұрыс, ема. Біз Абайла. Шығып Сен бүктеге жатам. Бүктеге берейін саған. Достар, мен ұтылма өз-өзіме сенімді болдым. Басында айттым ғой там. Шапалағың қайда? Аллаға сенім. Осындай видео шыққан қаласыңдар 5000 лайк жинаңдар, челлендж кім соңғы шығады деген. И Оператор. Нұрдәулет легенда. Все, сау болыңдар, достар.